Сәлем достар, сіздермен бірге мен Алима және менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде влогты соңына дейін көріп, өз лайктарыңызды қойып кетіңіздер. Достар, осымен менің легкий макияжым аяқталды. Вот осындай болды. Жаңа күн бар еді. Вот. Қандай көзім жылтырап тұр. Ой. Осындай болды. Сағат қазір 3:30 болды. Театр сағат 6:30-да басталатын болады. Получается, менің әлі 3 сағат уақытым бар, бірақ примерно 1,5-2 сағат қалғанда шығатын боламын. Өйткені білесіздер, Алматыда кешкі жақын не басталады? Пробка. Және де мына бардакты қараңыздар. Осыларды қазір жинап, сосын киімді полный киіп шығатын боламын. Достар, мен жаңа футболканы осындай ұзын жеңі бар лонг сливқа ауыстырып алдым. Себебі далада погода күн шығып, күшті болып тұрған жоқ. Күн салқын, салқын жел ұрып тұр. Сол үшін осындай жылы киіп алайын дедім. Себебі мұздауы мүмкін, және кешке де суық болады. Және оның үстінен менде осындай қара спортивка. Осындай қара спортивка, және осы спортивканың үстінен мен безрукавка киетін боламын. Вот осындай образ шықты. Бізде образымыз более спортивный болды. Бірақ өздеріңіз білетіндей, театрға классикалық киім киіп бару керек. Мен амал жоқ осылай киіп барам, себебі классикалық киім киейін десем, олардың бәрі, суық погодаға арналмаған. Оларды күн жылыда, күн шығып тұрған кезде кимесем, точно мұздап қалатын түрім бар. Не осылай шығам? Қалтамда оңайым бар. Кеттік. Достар, мен үйден шықтым. Ол жерге примерно бір 40 минутта жететін жер автобуспен. Сол үйден шықты, мен қазір сыныпқа бара жатырмын. Достар, вот мне келді. Ғабит Мүсірепов атындағы театр. Достар, мен целый 1 сағат ерте келіп алыппын. Қазір сағат 5:20 кетті, 6:30-да басталады. Капец, негізі 1,5 сағатта келем деп ойлаған, өткенде қазір пробка басталды, бірақ ешқандай пробка болған жоқ. Автобусында тез келе қалды. Енді қазір осындай жерде отырмын. Типа парк сияқты екен қасы. Мына вот театр. Достар, мен әлі далада отырмын. Шолпанды күтіп отырмын. Ал театрдың басталуына жарты сағат қалды. Ол да примерно кеп қалды бір. Қазір 5-10 минутта кеп қалады. Вот осындай театрлардан түсірілген фотолар. Мына жақта біз 2-ші этажда отыратын боламыз. Biz kırıp oturduk. Boz Şolpan geldi.
Ана жақта мен группаластар. Я шопан билетті ұмыт кетіпті. Хорошо, біздің апалар болды. Солар сөйлесіп кіргізіп берді. Қараңыздар достар, біз почти алдында отырмыз. 10-ші қатар. Қазір басталуға қанша уақыт қалды? Сағат 8 минут қалды. 8 минут қалды. Уже басталды примерно, я? Ештеңе. Надеюсь, бір жарым сағат қана болады. Егер 2 сағаттан асып кетсе, білмеймін. Басталды. болады ғой енді неге келмейсің тамаша анда-санда алған хаттар арқылы тамаша егер кездесім келмесе күндіз телефонмен сөйлескен кезімізде оныңды ашып айтшы тақылдасып ақтауға көшетін бол көрінді көзіңе жауапқа Театрымыз ол біз енді қайтамыз ба білмеймін естігенімізді. Достар, біз Арбатқа келдік. Күшті болып жатыр, я? Адам деген концерт. Атмосфера болып жатыр. Мен өзіме осындай комбо алдым. Еще бәріміз бірге общий тоже кружки. Ждем заказ. Салем, достар. Салем, достар. Biz tamamımızda işte saat 9'da. Вот, кешкі Арбат. Мен қалған бургерді салып алдым. Güzel durmaz. Saat 9:30. Dostlar, біздің концертimiz аяқталып, енді қайтып бара жатырмыз.
Короче, biz tungi Алматымен жаяу жүрміз. Достары, мен автобустан түстім. Ал подругам ары қарай кетті. Мен уже үйге жетіп қалдым. Достар, мен үйге келіп, уже киімді ауыстырып алдым. Қазір енді бетімізді жуып, уход жасайтын боламыз. Қазір мен бетімді жуып келдім. Енді қазір кешкі уход жасайтын болам. Кешкі дейтіндей кешкі уход емес. Мен алдыңғы видеоларда осында неше түрлі зат қолданып жүредім ғой. Қазір оларды қолданып жатқан жоқпын, себебі олар менің бетіме, кері әсерін тигізіп жатыр. Бетіме одан сайын прыщтар шығып кетті. Қазір мен только егер бетімде макияж болатын болса, гидрофильный масломен және умывалкамен, жоқ болса тек қана умывалкамен және бетім сухой болып қалмау үшін обычный сол заттармен жуып болғаннан кейін бетімді увлажнять ету үшін осындай обычный детский крем ғана жағып жүрмін. Пока уходты қоя тұрып жатырмын. Бір айдай, потом может жағам, может жақпайым, көретін боламыз. Ал қазіргі менің уходым осы ғана. Достар, осымен менің уходым аяқталды, және де видеом да өз соңына жетті. Менің бүгінгі влогым да аяқталды. Соңынан көргендеріңізге көп рахмет, және маған тіркелді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.